Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Осы шығарылымызда біз сіздермен қоғамымыздағы екі үлкен жамандық жайлы сөз қозғағымыз келеді. Оның бірі масылдық, екіншісі ақша табамын деп арам әрекеттер жасау. Масылдық өзгенің мойнында отыру, өзгенің еңбегінен түскен нәпақаға ортақтасу, өзгеге тілену. Басқаша оны жұмысқа құлқы жоқ, біреудің еңбегінен жатып ішуге дағдылану, арам тамақ болып кесірін тигізу деп қатты айтсақ та орынды. Пайғамбарымыз осы жаман қасиет жайлы былай дейді: кейбір кісі еңбек етпей өзгеден тіленудің есігін өзіне ашып алған болса, Алла оған пақырлықтың есігін ашып қояды. Ал кімде-кім арын сақтап, сабырлы қылса, Алла оны кеңшілігімен абыройын сақтайды, өзгеге мұқтаж қылмайды. Ал кім өзін өзгеге мұқтаж етпесе, Алла оны байытады. Шындығында сендер үшін арқан алып, мына ойпаттан асып, тау жағалай отын теріп, оны базарға бір уыс құрмаға болса да сатқандарың, сендер үшін беру-бермеуі белгісіз кісіден сұрағандарыңнан қайырлы деген. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген сөз осы хадисті қуаттайды емес пе? Қайыр сұрама, қайыр ет деген сөз берген қол алған қолдан қайырлы деген хадиске амал етуге халқымыздың үндеуі болса керек. Адал кәсіп берекет, арам кәсіп пәлекет демекші, мұсылман адам адалға ұмтылып, арамнан безу керек. Жалпы адамның қолында көп дүниенің болуының өзі қауіпті. Оған Алла тағаланың мына сөзі дәлел: егер Алла құлдарына ризық несібені үнемі үйіп төгіп берер болса, онда олар шүбәсіз жер бетінде әбден азғындап, озбырлық жасауда шектен шығар еді. Алайда ол ризықты өзі қалаған мөлшерде түсіреді, өйткені ол құлдарының жай күйінен толық хабардар, оларды әрдайым көріп бақылап тұрады деген. Сондықтан Алла әркімге тиесілі несібесін өлшеп беріп, оны еңбекке байлаған деп түсінсек болады. Көп дүниенің өзі үлкен сынақ екенін білсек, сол көп дүние табу үшін арам жолға басудың өзі қандай ақмақтық екенін түсінген боларсыз. Адал еңбекпен ризығын іздеу пайғамбарлардың жолы. Ол жайында ешкімге де қол еңбегінен артық ризық бұйырмаған. Дәуіт пайғамбар да өз еңбегімен күн көрген деп пайғамбарымыз айтып кеткен. Ардақты пайғамбарымыз көптеген хадистерінде адал еңбек жасап жүрген мұсылмандарды мақтап, адал несібе іздеуге шақырған. Құлшылық 10 түрлі нәрседен құралады. Бұл 10 нәрсенің 9-ы адал ризық іздеуде. Және де кейбір күнәлар бар. Оларға намаз, ораза, қажылық та кәфарат бола алмайды. Тек күн көріс қаммен қажымай жұмыс істеу ғана оны жуып шая алады деген. Және де қара жұмыстан қолы күстеніп, немесе шаршап шалдығып келіп, ұйқыға бас қойған адам кешірімге ие болып, күнәларынан арылады деген. Сонымен қатар саудагерлерге сенімді әрі адал саудагер ақыретте шейіттермен, сыддықтармен, пайғамбарлармен бірге болады деген. Сонымен қатар пайғамбарымыз адал кәсіп жасау парыздан кейінгі парыз демекші, баршамызды адал кәсіппен айналысымыз қажет. Алла тағала баршамызға адал кәсіппен айналысып, ар-ұятымызды сақтап, адал дүниені іздегендердің қатарынан еткей. Әмин.